Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Қызмет істері агенттігінің хабарлауынша, 2026 жылғы 1 сәуірден бастап елімізде мемлекеттік қызметке қабылдаудың жаңартылған тәртібі енгізілді. Бұл өзгерістер мемлекеттік аппаратты одан әрі жетілдіру, кадрларды іріктеу сапасын арттыру және жалпы процестің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында қолға алынып отыр. Жаңа жүйе заманауи талаптарға сай толық цифрландырылып, конкурс рәсімдерінің тиімділігін едәуір арттыруға бағытталған. Жаңартылған тәртіптің басты ерекшелігі мемлекеттік қызметке қабылдау процесінің барынша автоматтандырылуы және адами фактордың ықпалын азайту. Енді кандидаттар конкурсқа қатысу үшін барлық құжаттарын онлайн форматта, яғни e-қызмет.gov.kz порталы арқылы тапсыра алады. Бұл өз кезегінде уақыт үнемдеуге, қағазбастылықты азайтуға және барлық үдерістің ашық өтуіне мүмкіндік береді. Жаңа жүйе енгізілгеннен кейін қаламыздағы ауыл шаруашылығы бөліміне жас маманның қызметке орналасуы осы реформаның нақты нәтижесі ретінде қарастыруға болады. Бұл жаңашылдықтың жастар үшін үлкен мүмкіндік ашып отырғанын көрсетеді. Астана қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық зерттеу университетін 2023 жылы аяқтадым. Мемлекеттік қызметші болам деген мақсатпен Қазақстан Республикасының заңнамаларын білу туралы тесттен өттім. Одан кейін e-қызмет сайты арқылы Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімінде бос орын бар екенін көрдім. Одан кейін мен жеке қасиеттерді бағалау құжаттарын тапсырдым, жеке қасиеттерді бағалау тестінен өттім. Практикалық тапсырмаларды орындау кезеңінен 3 тапсырманы өттім. Осындай жеңілдетілген формат бойынша өзім мемлекеттік қызметші болуға деген мақсатыма жеттім. Қазіргі таңда Арқалық қаласының әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімінде қызметте жұмыс жасап жатырмын. Бұрынғыдай ұзақ әрі күрделі рәсімдердің орнына үміткерлер енді өз білімдері мен қабілеттерін қысқа мерзім ішінде дәлелдей алады. Конкурсқа қатысатын кандидаттар ең алдымен заңнаманы білу деңгейін анықтайтын тестілеуден өтеді. Бұл тест Қазақстан Республикасының Конституциясының мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдарын, сондай-ақ әдеп кодексін қамтиды. Барлығы 55 сұрақтан тұратын тестілеуде үміткер кемінде 30 дұрыс жауап беруге міндетті. Сонымен қатар әрбір нормативті құқықтық акт бойынша кемінде 5 дұрыс жауап көрсету талап қойылады. Бұл талаптар кандидаттың құқықтық сауаттылығын және мемлекеттік қызметке дайындық деңгейін нақты бағалауға мүмкіндік береді. Келесі кезең үміткердің жеке қасиеттерін бағалау. Бұл кезең 3 түрлі бағдарлама бойынша жүргізіледі. Біріншісі, басшылық лауазымдарға үміткерлер үшін. Мұнда 10 негізгі құзырет бағаланады. Екіншісі, басшылық емес лауазымдарға арналған. Онда 7 құзырет қарастырылады. Үшіншісі, жұмыс өтілін талап етпейтін төменгі лауазымдарға арналған. Бұл жерде кандидаттың эмоционалдық тұрақтылығы, әлеуметтік бейімделуі және логикалық ойлау қабілеті тексеріледі. Маңызды жаңалықтардың бірі, тестілеу нәтижелерінің 1 жыл бойы жарамды болуы. Бұл үміткерлерге бірнеше рет қайта тапсыруға, уақыт жоғалтпай, өз нәтижелерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жеке қасиеттерді бағалау тестін айына 3 ретке дейін тапсыру мүмкіндігі берілген. Бұл кандидаттарға өз нәтижелерін жақсартуға жағдай жасайды. Конкурсқа қатысушылардың ішінен ең жоғары балл жинаған топ 5 кандидат келесі кезеңге өтеді. Бұл кезеңде үміткерлер құжаттарын жеке кабинет арқылы ұсынады. Басшылық лауазымдарға үміткерлер үшін қосымша талаптар қарастырылған. Олар есте жазып, бейне байланыс арқылы әңгімелесуден өтеді. Бұл олардың стратегиялық ойлау қабілетін, басқарушылық дағдыларын және коммуникациялық мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған. Ал басқа лауазымдарға үміткерлер практикалық тапсырмалар орындайды. Мысалы, аналитикалық жазба дайындау, ресми хат жазу немесе азаматтардың өтініштерін қарау сияқты нақты жұмыс процесіне жақын тапсырмалар беріледі. Бұл тәсіл кандидаттың тек теориялық білімін ғана емес, сонымен қатар тәжірибелік қабілеттерін де бағалауға мүмкіндік береді. Жүйенің тағы бір маңызды артықшылығы барлық нәтижелердің автоматты түрде есептелуі. Бұл процестің әділдігін қамтамасыз етеді және субъективті шешімдердің ықтималдылығын төмендетеді. Ең жоғары жиынтық балл жинаған кандидат жеңімпаз деп танылады. Егер бірнеше үміткердің балдары тең болған жағдайда, олардың еңбек өтілі мен білім деңгейі де ескеріледі. Іріктеу кезеңдерінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында барлық сатыларда прокторинг жүйесі қолданылады. Бұл тестілеу барысында әділетсіз әрекеттердің алдын алуға және
нәтижелердің шынайылығын сақтауға мүмкіндік береді. Прокторинг жүйесі үміткердің әрекеттерін бақылап, тестілеудің талапқа сай өтуін қамтамасыз етеді. Жаңа тәртіптің тағы бір маңызды артықшылығы конкурс рәсімдерінің ұзақтығының айтарлықтай қысқаруы. Бұрын мемлекеттік қызметке қабылдау процесі 23-30 күнге дейін созылса, енді ол орта есеппен 5-7 жұмыс күні ішінде аяқталады. Бұл мемлекеттік органдарға бос лауазымдарды жедел толтыруға және жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда енгізілген жаңартулар мемлекеттік қызметке қабылдау жүйесін жаңа деңгейге көтеріп, бұл жүйе ашықтықты, әділдікті және объективтілікті қамтамасыз ете отырып, кәсіби әрі білікті кадрларды тартуға жол ашады. Сонымен қатар жастар үшін мемлекеттік қызметке орналасу мүмкіндігі артып, олардың ел дамуына үлес қосуына жағдай жасалады. Жаңа тәртіп заманауи мемлекеттік басқарудың тиімді құралына айналып, қоғамның сенімін арттыруға ықпал ететіні сөзсіз. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқанюс ақпараттар қызметі.